Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біздің каналымызда математика 1-ші сыныптың 58-ші сабағы. Тақырыбы өлшеу. Бірінші есеп. Әр жануардың массасын ата. Массаларды өсу ретімен жаз дейді. Балалар, төмендегі суретке мұқият назар салып қараңдар. Бұл есепті шығаруымыз үшін суреттегі ең массасы аз жануарды тауып алуымыз керек. Бұл суретте массасы аз жануар тауық. Яғни тауық 2 килограмм деп жазамыз. Содан соң бізде үйрек 3 килограмм, әтеш 4 килограмм, мысық 5 килограмм, қоян 7 килограмм, қой 20 килограмм, ешкі 30 килограмм, бұзау 60 килограмм және сиыр 100 килограмм. Массаларды өсу ретімен жасайық. 2 килограмм, 3 килограмм, 4 килограмм, 5 килограмм, 7 килограмм, 20 килограмм, 30 килограмм, 60 килограмм, 100 килограмм. Бұл суретте ең жеңілі тауық 2 килограмм, ең ауыры сиыр 100 килограмм. Келесі екінші тапсырма математика күнделікті өмірде. Жануарларды массасының өсу ретіне қарай ата дейді. Бұл есеп алдындағы есепке ұқсайды. Төмендегі берілген суреттердің ішінен ең массасы аз жануардан бастап, массалардың өсу ретіне қарай жазып шығамыз. Бірінші суретте бізде қоян тұр. Қоян 8 килограмм. Қояннан кейін түлкі 20 килограмм. Содан соң қасқыр 30 килограмм. Қасқырдан кейін жолбарыс 40 килограмм. Ал ең массасы ауыр жануар ол аю 90 килограмм екен. Жануарлардың массасын өсу ретіне қарай атайтын болсақ, 8 килограмм, 20 килограмм, 30 килограмм, 40 килограмм, 100 килограмм. Келесі үшінші есеп. Аңдардың мекені қайда? Есептеп, ненің қай жерде мекендейтінін айт дейді. Балалар, төмендегі суретке мұқият назар салып қараңдар. Төмендегі суретте бізде әртүрлі аңдар және олардың мекендейтін жерлерінің суреті бейнеленген. Және балалар, бұл суретте әр аңдардың астарында мысалдар берілген. Содан соң мекендейтін жерлерінде астында мысалдар берілген. Енді осыларды есептеп шығарып, соңында сәйкестендірейік. Балалар, ең алдымен жануарлардың астындағы берілген мысалдарды есептеп шығарайық. 2 килограммға 6 килограммды қосқанда 8 килограмм болады. 7 килограмм қосу 3 килограмм тең болады 10 килограмм. 100 килограммнан 10 килограммды азайтқан кезде 90 килограмм қалады. 10 килограммға 10 килограммды қоссақ 20 килограмм болады. Енді жануарлардың мекендейтін жерлерінің астындағы берілген мысалдарды шығарайық. 40 килограммнан 20 килограммды азайтқанда 20 килограмм қалады. 50 килограммнан 40 килограммды азайтқанда 10 килограмм. 10 килограммнан 2 килограммды азайтқанда 8 килограмм қалады. 50 килограммға 40 килограммды қосқанда 90 килограмм болады. Балалар, суреттегі берілген жануарлар мен олардың мекендейтін жерлерінің астындағы барлық мысалдарды есептеп шығардық. Енді бұларды сәйкестендірейік. Балалар, аю қайда мекендейді? Өте дұрыс айтасыңдар, аю апанда мекендейді. Бұл есепте мен әр жануардың қайда мекендейтінін қызыл стрелкамен көрсетіп қойдым. Келесі 4-ші тапсырма, сен зерттеушісің. Математикалық ребустар. Сандарды тап дейді. Балалар, төмендегі бірінші суретке назар салып қараңдар. Ешкі қосу қой тең 70 дейді. Бұл жерде біз ешкінің және қойдың салмағын білуіміз керек. Нешеге нешені қосқанда 70 болады? Өте дұрыс айтасыңдар, 30-ға 40-ты қосқанда 70 болады. Демек, ешкінің салмағы 30, қойдың салмағы 40 болып тұр. Ал енді балалар, келесі екінші суретке қараймыз. Бұл жерде ешкі қосу қой, қосу ит дегене тең болады 90 деп тұр. Біз ешкі мен қойдың массасын білеміз. Яғни ешкі 30, қой 40. 30-ға 40-ты қосқанда 70 болады. Бірақ бізге 90 керек. Ол үшін біз 90-нан 70-ті азайтамыз. Сонда бізде 20 қалады. Демек, иттің массасы 20 екен. Балалар, бүгінгі тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Соңына дейін назар салып тыңдағандарыңа рахмет. Сабағына лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Келесі кездескенше.